Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге өте қарапайым үй жағдайында жасалатын пиццаның рецептімен бөлісетін боламын. Өте қарапайым рецепт. Қамырын ашытып күтіп жүрмейсіздер. Өте жұмсақ болып шығады. Асыққан кезде балаларыңызға жасап берсеңіздер өте керемет пицца. Ең алдымен 350 грамм айран мен бір жұмыртқаны жақсылап венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Жарты шай қасық тұз және қант салып, 220 грамм ұн саламыз және бір шай қасық разрыхитель салып, жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Осындай кішкене қоюлақ қамыр шығады. Алдын ала пешті 5-10 минутқа қыздырып, астына пергамент қағазын төсеп, орташа отқа қойып пісіріп аласыздар. Әркімнің пеші әрқалай, енді өздеріңіз градустарын қарайсыздар. Жоғары отқа қойып қоймаңыздар, арасы піспей қалуы мүмкін. Енді бетіне өзімізге қажетті, өз қалауыңыз бойынша қалаған затыңызды қойсаңыз болады. Кез келген көкөністерден де жасасаңыз болады. Мен сырдың пиццаға арналған моцарелла сырын қолдандым. Барлығын турап алған соң, бетіне жағастырып шығамыз. Осылай кетчупты жағып, қалаған затымызды қойып шығамыз. Сізде дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіз. Өте жұмсақ әрі тез дайын болады. Әрі үй жағдайында қарапайым рецептпен жасалады. Егер де осы видео сізге пайдалы болып жатса, лайк басып өз пікіріңізді осы видеоның астына жасап кетіңіз. Егер де менің арнамда тіркелмей қарап жатсаңыз, тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Менің арнамда көптеген пайдалы қарапайым рецепттермен бөліскенмін.